Ал кет. Нәрсе қалайсың? Жақсы. Бүгін саған бір-екі сұрақтар қояйын, сен жауап бер бізге мақұл? Иә. Екі? Көп сұрақтар қояйық. 12. Иә. Так, үйде жатқаныңа қанша күн болды? Үйде жатқан ол білмеймін. Наверное, 10 или 20 или 100. Ішің қысты ма? Иә. Біз не үшін үйде жатырмыз, білесің ба? Коронавирустан. Не ол коронавирус деген? Ең опасный вирус. Бірақ может быть тағы да опасный вирус шығады, одан опасный, чем коронавирус. Коронавирустан қорқасың ба? Иә. Қорқасың коронавирустан? Одан ол жұқпау үшін не істеу керек? Одан дәрі табу керек. Мен ғалымдар іздеп отқан шығар оны? Иә. Даже ученыйлар. Ученыйлар, сен оларға көмектесе аласың ба? Білмеймін немен. Может, жануарлардан алады или космостан ба? Нені ма? Емін ба? Или просто какой-то олардың научный природамен істесін. Жалпы, вообще біз енді жұқтырмау үшін не істеуіміз керек? Үйде қолымызды жуу керекпіз, бетімізді жуу керекпіз, полезный тамақ жеу керекпіз, витаминді. Затты өсу керекпіз. Сосын далаға шықпау керекпіз. Далаға шықсаң не болады? Коронавируспен заразиться қалсын. Далада көшеде жүру ма не ол? Вообще-то басқа жаққа кетіп қалуға, ана жаққа, мега сондай жаққа. Магазинге баруға болады, бірақ. Что білесің? Маскамен, е? Иә, и перчаткамен. Мегалардың бәрі жабық тұр ғой, білесің ба? Иә, коронавирустан. Тазалап жатыр бәрі анандай адамдар. Мектепте, садикте де жабық қалды. Ол жақта да тазалап жатыр. Мектептің жабылып қойғаны жақсы ма, жаман ба? Жаман. Мектепке барғың келіп жүр ма? Иә. Сосын тағы нені сағындың, неге барғың келіп жүр? Анандай лего школыма и нет, білім балаға. Соларға барғың келіп жүр? Почти уже атын ұмытып қалайын деп отырмын, көп бармай. Сәл шыдай енді. Ал бізге кім айтты үйден шықпаңдар деді? Президент телевизордан. Қанша күн бармаңдар деді? Отыз, бірақ уже вообще миллион күн болып кеткен. Ішің қысып жатыр ма? Иә. Үйде ішің қысқанда не істеп жатсың? Үйде отырмын, тамақ жеп отырмыз, магазинге барамыз. Сосын? Сосын ойнағанбыз, мүмкін күлгенбіз. Қарындасыңмен ойнап жатсың ба? Иә. Қарындасың сен жыныңнан келіп тиіп жатқан жоқ па? Жыныма тиіп жатыр. Не істеп жатсың сен оған? Ұстап алайын деп жатырмын. Жалпы жақсы көресің ба қарындасыңды? Жақсы көремін, бірақ кішкене жақсы көрмеймін. Неге? Көп жақсы көремін, кішкене жақсы көрмеймін сондай. Неге кішкене жақсы көрмейсің? Потому что анандай ше. Қандай? Ку-ку кішкене. Кішкене жақсы көрмейсің, өйткені ол бұзық па? Иә. Өйткені енді бөпе ғой бала ғой әлі. Ол уже төртте ғой. Ку-ку. Әлі кішкентай ғой. Екіде болса, значит, бөпе болады. А ол уже төртте. Қазір ол үйдің кішкентайы, ерке. Сондықтан саған еркелейді. Уже біз қанша масақ істедік? 1000 ба? Тоқта, арғы жалғыз кішкентай қалып тоқта. Ауылға барғың келе ма? Иә, аттаға барғым келеді. Ол жақ, кстати, жылы. И, кстати, биназдар екінші этаж деген ғой ене. Сол үйді сатып жіберді ма? Оны білмеймін. Бірақ барған жоқ қой. Былтыр сен Шымкентке барған кезде, ауылға барған кезде күн ыстық, ойбай, горячо дедің ғой? Мен горячо хот-дог болып кетемін деп өтті. Бірақ тағы да барғың келе ма? Иә. Мен уже потому что весь мокрый сосискамын. Шымкентке барған кезде не ұнады саған? Маған ұнады бәрі. Бірақ кішкене екен ғой. Кішкене. Не екен? Кішкене жылы екен. Суға түскен ұнады ма? Иә, бассейн маған ұнады. Хорошо, что жақта бассейн бар. Сосын не ұнады? Мен сол бассейнға қайтадан барым келеді Шымкентке. Енді сен самолетпен барғың келе ме, пойызбен ба? Ақ пойызда ресторан бар. Таликамен ба?
Иә. Самолет. А самолет ұзақ слишком. Не ұзақ? Ұзақ емес сен 2 сағат слишком көп. Енді сен ақ пойызбен одан көп жүресің ғой, 14 сағат жүресің ғой. Бірақ зато тамақ зато жей аласың. Зато ұйықтауға болады. Жаңа ол да дұрыс. Қауіпсіз ғой пойыз, иә? Сен құлап қалуы мүмкін. Иә, а пойыз вообще қалып қалмайды. Ол просто жерде жүреді, все. Білесің бе, бізді Астананы мүлдем қоршап тастады ғой, біз шыға алмаймыз, кіре алмаймыз қаладан. Білесің бе? Не, лазер қойып тастады ма? Жоқ. Қаланың шығып кететін Посттардың жағы. бәріне солдаттар қойып тастады. Білесің бе? Шыға алмаймыз, ауылға барамыз. Может, полицейскийлерді? Полицейскийлер қойып тастады ғой, солдаттарды, полицейскийлерді. Военныйлар тұр. Если коронавируспен атомный бомбаны қосса, коронавирус атомный бомбаға қосса, слишком прямо атомный бомба. Ол кислота шығады одан, и даже ол бәрі, и ол даже слишком үлкен жарат болады. Қош, не айтып кеттің? Ашын айтатым ғой сонда. Жалпы саған Ең последний вопрос қалды. соңғы сұрақ қойын саған, иә? Өмірдегі мақсатың не? Өмірдегі мақсатым Соникқа айналу. Болмашы. Өскенде кім болғың келеді? Өскен кезде космонавт. Космонавт болғанда не істейсің, не ұнайды? Бәрі планеталарға барам. Ол жақта не бар? Әртүрлі заттар іздеймін. И даже басқа мощный ракета болса, мен басқа измеренияға бара аламын. Бүгінгі сұхбатың рахмет. И на этом ролик закончим. Все, рахмет.